Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Арайдың асханасы. Бүгін өте дәмді, енді дәміне сөз жоқ қой. Және де оңай жасалатын торттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге керегі бөлме температурасындағы жұмыртқа, сүт, сұйық май, қант, ұн және де разрыхлитель. 3 түрлі бисквит болады. Біреуі какаомен, яғни шоколадный бисквит, біреуі мак және грек жаңғағымен болады. Ең алдымен бисквитін дайындап аламыз. Міндетті түрде құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ағынан сарысын бөліп аламыз. Ыдыстарыңыз құрғақ болуы керек. Егер шамалы сулы болса, миксермен араластырған кезде дұрыс араласпайды. Сол үшін соны ескеріңіздер. Және де жұмыртқаларыңыз бөлме температурасында болуы керек. Холодильниктен 2-3 сағат алдын шығарып қоясыздар. Миксермен осылай жақсылап бір массаға жеткенше араластырамыз. Осы араластыру барысында біздің өлшеп алған қантымыздың жартысын ғана қосамыз. Бәрін бірден қоспаңыздар, тек жартысын ғана қосасыздар. Мінекей жақсылап араласты. Осындай ақ түске айналып, өзінің формасын жақсы ұстады. Енді сарысына қалған қантымызды қосып, көлемі 2 есе ұлғайғанша, қантымыз ерігенше миксермен тағы да жақсылап араластырамыз. Осы орайда сүтімізді және де сұйық майымызды құямыз. Сүтімізді құйғаны видеоға түспей қалыпты. Одан кейін екеуін бірге араластырамыз. Миксермен тағы да бір рет араластырамыз. Осы орайда тезірек араластырыңыздар. Өйткені бисквитіміз пісірер уақытта дұрыс көтерілмей қалады. Енді ұнымызға қопсытқыш және разрыхлительді қосып араластырып аламыз. Одан кейін аз мөлшермен сала отырып, біздің лопатамыздың көмегімен астынан жоғарғы қарай осылай араластырасыздар. Миксермен араластыруға болмайды. Тек осындай лопатаның көмегімен немесе қасықпен осылай астынан жоғарғы қарай араластырамыз. Бір массаға жетуі керек. Әрдайым осылай араластырып тұрасыздар. Мінекей достар, араласты. Жақсылап қараймыз. Ұнымыз барлығы біркелкі болып араласуы керек. Ұнымыз арасында қалып қоймасын. Жақсылап тексеріп аласыздар. Енді осы бисквитімізді 3 түрлі бисквит түрін жасаймыз дедік қой. Сол үшін міндетті түрде алдымен таразыға өлшеп, 3-ке 1 бөліп шығамыз ғой. Сол үшін таразыға алдын ала өлшеп аламыз. Менде 600 граммдай болып шықты. 200 граммнан осылай 3 ыдысымызға бөліп алдым. Бірінші бисквитке грек жаңғағын өте ұсақтап турап қостым. Көз мөлшерлеп салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып алдым. Осы орайда достар, міндетті түрде пештеріңізді қыздырып алыңыздар. Қызып тұрған пеште 20 минуттай ғана пісіріп аламыз. Менде формамның диаметрі 24 сантиметр, негізі 20-22 сантиметрлік формада пісірсеңіздер, бисквиттеріңіз көтеріңкі болып шығады. Сол кезде торттарыңыз 2 есе көтеріңкі болып әдемі болады. Менде ондай форма болмағандықтан, осылай менің тортым шамалы пәсіңкірек болып шықты. Қызып тұрған пеште, міндетті түрде пештеріңіз қызып тұрған болуы керек. 20 минуттай пісіріп аламыз. Екінші мендегі бисквит, яғни шоколадты бисквит болып саналады. Оған какаомызды қосып, жақсылап араластырып дайындап қойдым. Оны да пісіріп аламыз. Үшінші мендегі бисквит мак қосылған бисквит болады. Макты мен көз мөлшерлеп салдым. Оны да жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Мінекей достар, менің бірінші бисквитім дайын болды, яғни грек жаңғағы қосылған бисквит дайын болып шықты. Міндетті түрде суытып қалдырамыз. Қалған бисквиттерімізді пісіріп аламыз. Мінекей достар, 3 түрлі бисквитімізді пісіріп дайындап қойдық. Міндетті түрде су керек. Суып болғаннан кейін біз креміне көшеміз. Мінекей 3 түрлі бисквитім өте әдемі болып шықты. Енді креміне бізге холодильникте сақталған творожный сыр қажет. Міндетті түрде холодильникте кемінде 6 сағаттай тұруы керек.
Сол кезде крем өте жақсы шығады. Бұл жерде өлшеп алдым. Одан кейін миксердің көмегімен жақсылап бір рет араластырып аламыз. Осының үстіне сахарная пудра, яғни қант ұнтағы мен қантымызды екеуін араластырып қостым. Немесе тек сахарная пудра қоссаңыздар да болады. Мен екеуін әрдайым осылай араластырып қосамын. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып, оның үстіне 33%-ық міндетті түрде сливкиңіз 33% болуы міндетті, және де холодильникте 6 сағат тұруы керек. Қосып алдым. Егер сливкиңіз жылы болса, крем шықпайды, соны ескеріңіздер достар. Енді миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Араластыруға менде 5 минуттай уақыт кетті. Мінекей осындай керемет кремнің массасы болып шығады. Енді бисквиттерімізге өздеріңіз қалауларыңызша одан да жұмсақ, нәзік, аузда еритіндей болып шыққан қаласаңыздар, осылай сүтті пропитка жасаймыз. Тортымыз біркелкі болып шығу үшін мен осылай арнайы кальцияны қолданамын, бірақ ол міндетті емес. Одан кейін кремімізді салып, бисквиттерімізді осылай бірінің үстіне бірін қойып жинап шығамыз тортымызды. Екінші менде шоколадты бисквитті қоятын кезде мен пропитка жасауды ұмытып кеткенмін ғой. Жарайды деп, ештеңе етпес деп, үшінші бисквитіме осылай пропитка жасап, кремді жағып, пищевой содамен үстінен жауып, холодильникке кем дегенде 3-4 сағатқа қалдырасыздар. Мен түнде жасап қойдым. Таңертең тортымның оформлениясына кірістім. Түнде жасасаңыздар да күшті болып шығады. Бисквиттерге крем сіңіп, одан да нәзік болады. Енді мен бұл жерде кремге көштім. Творожный сыр, сахарная пудра және де сливкиіміз қосып, үшеуін жақсылап миксермен біркелкі массаға жеткенше араластырып алдым. Және де оның үстіне макты салып, тағы да жақсылап араластырдым. Макты қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Холодильниктен алынған тортымызды алып шықтым. Оның үстіне біз енді оформлениясын жасаймыз, креммен қаптап шығамыз. Осы арнайы кондитерлік мешокқа салсаңыздар, біркелкі әдемі болып, жан-жағына жақсы жағылады. Осылай жасап аламыз. Үстіне жан-жағына біркелкі етіп, одан кейін әдемілеп тегістеп шығамыз. Енді барынша менде бұл жерде формам диаметр 24 см болғандықтан тортым шамалы пәс болып шықты. Тағы да айтып өтейін, егер 20-22 см формада дайындасаңыздар, торттарыңыз бұдан 2 есе жоғары болып шығады. Мінекей достар, біздің тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.